Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жегенде күшті осындай десерттің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, оңай, қолжетімді тағамдардан жасалады. Осындай мороженое, M&M'спен, шоколадпен әдемдеуге болады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 250 мл бөлме температурасындағы кефирімізді құямыз. Одан кейін 100 грамм секерімізді, 2 жұмыртқамызды және 50 грамм сұйық майымызды құйып, венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін разрыхителімізді ұнға бірінші араластырып аламыз да, ұнымызды жайлап құйып отырып, осылай тестімізді дайындап аламыз да, қызып тұрған вафельница пешімізге вафлемізді пісіре береміз. Тестімізді салып жатқанда M&M'стерді салып жібердім, арасына өте дәмді болып шығады, өте күшті, необычный, ерекше болады. Вафлеміз 6-7 минутта пісіп шығады, одан кейін бетіне мороженыйымызды қойып, одан кейін шоколадымызды бетіне жағып шықсаңыз, арасына M&M'стерді салып, өте дәмді, ресторандағыдай күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып кетіңіздер. Мен үшін үлкен қолдау.